Бартырға сәлем достар, және де бүгін бізде жаңа видео. Бүгінгі видеода біз әрбір позицияға арналған ойыншыға обзор түсіретін боламыз. Ол сіз білетіндей Марсело Вейра да Силва. Міне менің қолыма Марселоның 89 Лига Чемпионской карточкасы түсті. Және де ол бірінші обладатель. Маған Хангери деген досым түсіріп берген сабақ кезінде міне осы жерде скриншотын көресіздер. Және де басында біз Марселоны атакаға қоямыз. Және де оның арасында өте керемет состав. Міне Куртуада осындай өте керемет состав. Осы жерде Куртуа, сол жақта Марсело, Начо, Шкриняр, Версальхо, Тони Кросс, Жируды, бірақ басында біз Лерма деген өте жақсы жартылай қорғаушы ауыстыратын боламыз. Оң жақта Найнгалан, және де атакада бізде Азар, Лукаку, Уильян. Міне көріп тұрғандай осындай керемет состав. Қазір біз Division Rivals-та Марселоны және қалған керемет составты тест ететін боламыз. Кеттік. Және де бірінші қарсыласымыз таптық. Біз өзіміздің Локомотив формасын ойнайтын боламыз. Және де қарсыласымыздың составы осы жерде бізде АПЛ плюс Ла Лига. Сол жақ Марселоны Азар ауыстырамыз. Орнына Лерма кіретін болады. Габриэль Жезус. Куртуа красавчик. Және қазір Лерма шығады. Қазір атакада біз Марселоны көретін боламыз. Марсело жүгір, Марсело. Марсело өткет тағалды. Және Азар осы жерде ошибаться етті, өкінішке орай. Және де 1-0. Ойын жүрмей жатыр. Марсело жүгір. Удар! Солға пас ортаға. Және де Марсело. Вообще өтпей жатыр, вообще көп құрса атакан. Марсело! Штанга, және де Марселоның арқасында гол кірді. Көріп тұрғандай осы команданың защита барын алдап штанга тигізді. Өте керемет удармен. Сосын Уильян счетты теңестірді. Красавчик Марсело. Осы Марселоның арқасында кірді. Және де статистиканы көріп жүрейік. Міне көріп тұрғанда осындай статистика тең. Менде 7 удар, ода да 7 удар, бірақ створда ода 5, менде 3. Және де барлығы жақсы. Қазір біз Марселоға гол салуымыз керек. Давайте. Және де Уильямс. Хорош. Куртуа красавчик. Азар красавчик. Защитада жақсы ойнап отыр достар. Көріп тұрғанымыздай. Және де красава. Азардың арқасында гол кірген жоқ. Көріп тұрғанымыздай. Және де осы жерде опасный момент. Пас Лукакуға. Жүгір Лукаку. Былай алқап. Марселоға пас. Бойнасыр. Және достар, бізде бірінші матч аяқталды. Келесі матчта біз обязательно жеңіске жетеміз. Қазір біз ойнайтын боламыз. Кеттік. Және де қарсыласымыздың құрамасы осындай 2 икона арендалған бар екен, ал қалғаны серия А. Осы жерде финишинг. Марсело. Начо. Чет бізде 1-0. Марселоның одноклубник гол салды. Начо. Дуглас Коста. Кросс. 2-0 болушы еді достар, өкінішке орай салмай қалдық. Және де өте әдемі пас Лукаку. Марсело. Дибала.
Пенальти. Қалай пенальти өтіп қалды ғой. Майкл Оуэн деген иконамен тепкісі келіп тұр, өтірік болса да. Блин, орта тұрайын деген. Марсело. Опана, удар! Осы жерін теу көрейік. Бірақ... Кросс! Блин! Және де Дибала кешірдіңізді. Бірінші тайм аяқталды достар, шот бізде 1-1 өткен матч сияқты. Қараңдар, 3 удар створ, және де 9 удар 4 створ. Біз енді біздің секретный оружиеміз ол Златан Ибрагимович шығаратын боламыз Лукакудың орнына. Златан Ибрагимович лучший игрок мен құрамамдағы, давайте. Златан, саған сенеміз біз, давайте. Қазір Марселоның голын қайтан көрсетемін, өйткені және запись өтпей қалды. Қазір көрсетейік Марселоның керемет голы. Мен осы Марселоның өте керемет голы. Златан Марсело азар қайтан берді, соң гол. 2-2 шот достар. Марсело красавчик. Мен қайтан көрсетейік. Міне алқап. Гол. Және Марсело өте керемет ойыншы, әрбір позицияға арналған. Ол защитада да және де атакада да ойнай алады. Достар, сізге осындай видеолар ұнаса, лайкпен қолдап кетіңіздер. Және де көп лайкпен қолдап кетіңіздер. Сол кезде информ иконалар шыққан, соған мен обзор жасайтын боламын. Ол икона дайын тұр. Өте көп лайк қолдап кетіңіздер. Ал міне Марсело өте керемет ойыншы. Достар, сіздердің болған мен каналға тіркеліп, осы видеоға лайк ұрпаңыздар. Барлықтарыңызға motherfucking day, I work hard,